Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тасбақа пирогын пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 200 грамм қант, 200 грамм қаймақ, 200 грамм ерітілген сары май, 300 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш және 1 шай қасық ваниль сығындысы қажет. Кремі үшін 300 грамм қаймақ және 1 қалбыр қоюландырылған сүт қажет. 4 жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстінен қантты салып, массамыз көпіргенше араластырамыз. Үстінен қаймақты қосып араластырамыз. Сары майды қосып араластырамыз. Ваниль сығындысын құйып араластырамыз. Оның үстіне қопсытқышты қосып араластырып, массамызға ұнды біртіндеп салып отырып араластырамыз. Осындай масса болды. Енді пештің табасына пергамент қағазын төсеп, 1 ас қасықтан видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. «200 градус қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіреміз. Кремін дайындау үшін қаймақ пен қоюландырылған сүтті араластырамыз. Печеньелерді суытып аламыз. Суығаннан кейін қаймақтың ішіне салып отырып, видеода көрсетілгендей тарелкаға тізіп шығамыз. Бірінің үстіне бірі қойылу қажет. тасбақаның басын, аяқтарын жасауға болады. Үстіне какао ұнтағын
себеміз. Пирогты тоңазытқышқа 2 сағатқа саламыз. Кремі сіңіп, өте нәзік пирог болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.